Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Қазір сіздермен сабағымызды бастамас бұрын жағымды күйге енеміз. Арқаларыңызды тік ұстап, көздеріңізді жұмып, терең тыныс алыңыздар. Әр тыныс алғаныңызда өзіңізді тыныш сезінуге тырысыңыздар. Гүлдер мен ағаштардың хош иісі, құстардың әні және жәндіктердің баяу үні. Орманда жүріп ағаштардың көптігіне, жақындаған сайын биіктей беретіндігіне көңіл аударыңыз. Күн көзі сізге жапырақтар арасынан сығалап жасырынбақ ойнағандай. Үйге берілген тапсырма ілтипаттылық, сыпайылық, ұқыптылық, сабырлылық, шыдамдылық, табандылық, қарапайымдылық, жігерлілік, байсалдылық қасиеттер жайындағы орыс ағартушыларының даналық сөздерінің мағынасын ашу болатын. Жүрек көзін ашыңыз, мұнда терең ой бар, адамгершілікке баулу. Жалпы адамгершілік ол біздің жүрегімізден бастау алады. Әрбір жүректен шыққан нәрсе адамға жағымды болып естіледі. Мысалға, жүректен шыққан іс-әрекеттің өзі адамға белгілі болып тұрады. Ол жылулықпен, махаббатпен беріліп тұрады. Сондықтан да мен осы Федор Михайловтың сөзін осылай түсінген болатынмын. Үш нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абай Құнанбайұлы. Дәйек сөзінің мағынасын қалай түсінесіздер? Айта қойыңыз. Абай Құнанбайұлы айтқандай, адамда үш нәрсе: адамның қасиеті ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Егерде адамда мықты қайрат және де ақыл, мейірімділік болса, яғни ол адам толық адам болып саналады. Жақсы, Абай атамыз тәлімгер ұстаз болған. Ақын тәрбиеге көнетін жалпы халық емес, жеке адам, оның дара ерекшеліктері. Жеке адамға ақыл, мінез, іс, адамшылықты сақтайтын ұят, намыс керек дегенді айтады. Ал осындай адамшылықты жүрекпен байланыстырады. Жүрек адамның ішкі сезімі деген ұғымды қолданған. Сабағымыздың келесі бөлімі әңгімелеу. Абай мен Әбіш, аңыз әңгіме. Бір күні Наушабай деген кісі жол жүріп келе жатып Абайдың үйіне түсіпті. Жайғасып отырғаннан кейін әңгіме бастайды. Абайжан, өзіңе асыл сөз, алғыр ой тауып айтқан кісі болды ма? Деп сұрапты. Абай сәл ойланып отырыпты да: менің Әбдірахман деген балам бар еді. Оны 9 жасында Семейдегі орыс мектебінде оқуға бердім. Оны бітірген соң Петербургқа жібердім. Қыс оқып, жаз демалыста үйге келді. Сұрастырып байқасам, оқу жақсы көрінеді. Баламның алымдылығын сынап білейін деп ойладым да, бір күні жай әңгімелесіп отырып: қалқам, Әбіш, осы әлемдегі жаратылыста ақ зат асыл ма, қара зат асыл ма деп сұраған едім. Ол іркілместен: ақ зат асыл ғой, деді. Байқасаңыздар, Сары Алпыс қызының авторлығымен жүзеге асып келе жатқан өзін-өзі тану пәнінде баланың пікірін білу, оларды барынша еркін сөйлету аса маңызды. Себебі жас ұрпақтың бойындағы өзіндік мүмкіндікті танып, олардың жүйелі, саналы ойлауына бағыт-бағдар болатында осы жоба. Қонаққа келген Наушабайдың қойған сұрағына Абайдың берген жауабы қандай? Қонаққа келген Наушабайдың сұрағына Абай жаңағы өзінің баласының өзіне берген жауабын айту арқылы жауап берді, және осы бір ұтымды жауабы арқылы Наушабайды да таңдандыра алды деп ойлаймын. Және де өзінің баласының ақылының асқандығын көрсетті. Қазақ жерінің ақыны, данышпаны көп болғанмен, Абайы біреу-ақ. Абайы бар ел қай халықпен де терезесін теңестіре алады. Абайы бар елдің мерейі үстем. Ол қазақтың бір жерінде туып, бар жерінің
туын ұстап тұрған кемеңгер. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманда таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Адам бойындағы игі қасиеттерді танытатын, олардың өмірде жүзеге асуын мақсат ететін өзін өзі тану пәнінің тағы бір ерекшелігі бар. Өзін өзі тану пәнінде сабақтың тақырыбы әдеттегідей басында емес, қызу талқыдан кейін барып ортасында айтылады. Абайдың қара сөздері туралы не білеміз? Айта ғой, Әйгерім. Қазақ әдебиеті тарихында ең алғаш жазба әдебиетінің негізін салушы Ыбырай Алтынсарин болса, оны ары қарай жалғастырған Абай Құнанбайұлы болған. Абай Құнанбайұлы өзінің қара сөздерін 1890-1898 жылдар аралығында жазған. Қара сөздерін жазуды бастаған кезде Абай небәрі 45 жасында болған. Осы 45 жасында өзінің көргенін ой елегінен өткізіп сараптап жазған қара сөздері, яғни ғақлиялары терең мазмұнды болып келеді. Қара сөзі, қара өлеңі, қарымды, толғай дабай, мұңы менен зарымды, Абай сынды дана туған халықтың ұл қызы да болу керек, дарынды деп өлең жолдары арқылы сіздермен шығармашылық іс-әрекет топпен жұмыс бөлімін жалғастырғым келеді. Сабақ барысындағы шығармашылық жұмыс балалардың тақырыпты қаншалықты меңгергендігін түсіну үшін беріледі. Бірінші, бұл қара сөздің идеясы қандай деген сұраққа жауап береміз. Екіншіден, қандай мәселе көтерілген. Үшіншіден, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. 9-шы қара сөзде Абай өзінің сол кездегі қазақ халқының халіне іші ашып, сондағы қазақ халқына өзіндік ақыл айтып, осы қазақты жас күнінде қиып кете алмай, қазіргі таңда қартайған шағымда өзімді іштей жеп жүрмін деген ойын айтады. Күлсем күле алмайым, жыласам жылай алмайым, сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес дейді. Тым болмаса алаңсыз қаза болатын болдым ғой деп өзінің ойын түйіндейді. Абай Құнанбайұлының «Желсіз түнде жарығай» әнін шырқайық. Адал еңбек ету, өнер үйрену, егін егу, сауда жасау. Сонымен қатар сол жылдары өмір сүрген адамдардың харекеті, мінез құлқы, адамгершілік, имандылық секілді бірталай мәселелерді қара сөздерінде кеңінен толғайды. Үлкен көрегендікпен көптеген құнды пікірлер түйеді. Бүгінгі сабақта алған әсерлеріңізді жүрегіңізге түйіп алайық. Сабақ аяқталды. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.